Қысқасын айтқанда, іш пысты. Бүгін қарапайым күн болатын. Мен үйде жаттым. Бірақ менің ішім пысып кетті. Сондықтан да мен теледидар көремін деп шештім. Бірақ бұл да менің ішімді пыстырып жіберді. Маған тамақ пісіру ойыма келді. Сондықтан да мен тамаққа өз рецептімді салдым. Мен тамақты газға қойып, ары қарай теледидар көремін деп шештім. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін Оман жақтағы көшеде. Мен Оман жақта тұратын едім. Будақтаған түтін шығып жатыр. Бұл кімнің үйінен шығып жатқаны белгісіз. Не дейміз енді? Сөзге келеміз. Тамақ пісіріп болған соң газды өшіріп жүріңіздер. Әйтпесе өртеніп кетеді. Давай енді. Біздің көшедегі кімнің үйі екен өртеніп жатқан? Маған біртүрлі иіс келді. Кенет менің тамағым есіме түсті. Жаңалықтарда айтқан үй менің үйім екен. Алло? Өрт сөндіру қызметі ме екен? Я, не болып қалды? Бұл өрт сөндіруші? Оман жақтағы көшеге келіңіздер тезірек. Өртеніп жатыр ма? Я, қазір барамыз. Өзіңіз қойсаңыз, менде қызыл кнопка істемейді. Өзің қойшы? Жоқ, өзіңіз қоясаңызшы. Өзің қойшы деймін. Жоқ, сен қойшы. Қоясаңшы деймін. Бос тезірек келші шындамай. Я, қазір. Арада біраз уақыттар өтті. Өрт сөндірушілер үйді сөндіріп кетті. Бірақ мен анамнан таяқ жейтінім есіме түсті. Жетер, мен газет оқимын деп шештім. Бірақ газеттегі сөздер түсініксіз болып көрінді. Тіпті газетті қалай қаратып оқу керектігін ұмытып қалыппын. Мен сурет саламын дедім, бірақ суретке де икемім жоқ еді. Мен біртүрлі өлеңдерге де билейтін едім. Жаттығу жасасам жалғаулауым ұстап қала беретін еді. Маған ештеңе қызық болған жоқ. Сосын үйге біреу келді. Келген адамды мүлдем таппадым. Не оқыды? Сөйтсем оның бойы кішкентай екен. Бойы кішкентай ғой? Сәбіз жегенсің бе кішкентай кезінде? Ол маған бір парақты берді. Не бұл? Мен өз қолтаңбамды қойдым. Ол маған бір қорапты берді. Мен ештеңе тапсырыс берген жоқ. Сонда мен бекерге әкелдім ба? Әкелдім ба? Боқтамай. Ол маған боқтап тастады. Сондықтан да мен оның затын алып, оны өзін қуып жібердім. Қуады оны? Қораптың ішіне қағазды алып оқи бастадым. Ол қағаз өте ескі болатын. Жазғы каникулдың бір айы өтіп кеткенін білесіз бе? Бұл мақаланы өтірік деп ойладым. Бірақ шынымен де мен 27 мамыр деп ойлап жүрсем, уже бір ай өтіп кетіпті. Мен каникулды құр өткізбейін деп ойладым. Сондықтан да Сако мен Дикоға және достарымның бәріне хабарластым. Бірақ олардың бәрі қалада демалып жатыр екен. Қысқасын айтқанда, іш пысты. Достар, осы видео сендерге шамалы болсын, ұнаса лайк басып кетіңдер. Және де каналда бір ай бойы видео шықпай кеткеніне ренжімеңдер. Ал енді сау болыңдар. Келесі кездескенше лайк басып арнаға тіркеліп кетіңдер. Сендермен болған мен Алико және демалып жүрген Сако мен Дико. Сау болыңдар.